Сәлем, озат оқушым. Бүгін бізде 71-ші сабақ сөз құрамы түбір мен қосымша. Түбір мен қосымшаны ажыратамыз, тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. 27-ші жаттығу суреттерге қара дейді. Мінекей бір палуан тұр, одан кейін екінші жағында палуандар тұр. Оның астында шаңғы, оның жанында шаңғышы деп тұр, Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр дейді. Түбір ол сөздің мағынасын беретін негізгі бөлігі, ол өзгермейді. Ал қосымша ол түбір сөздің мағынасын өзгертеді немесе қосымша мағына береді. Мысалы, палуандар. Бұл жерде түбірі палуан деген сөз болады, ал дар деген қосымша болады екен. Шаңғышы дегенде түбірі шаңғы, ал шы деген қосымша болады. Мысалға, шаңғы түбір сөзге шы деген қосымшаны қосатын болсақ, шаңғышы деген жаңа сөз шығады екен, Яғни түбір сөздерде мағына бар ма қосымшада содан өзің қорытынды жаса дейді. Түбір сөзде мағынасы болады, ал қосымшада мағынасы болмайды екен, Келесі мына бір ережені түсініп есте сақтап алайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалға, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалға, дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісін былайнан доғал сияқты сызып қоямыз, төбесінен. 28-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа, мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Яғни біз мәтін тақырыбына қарап, мәтін шаңғы тебу жарысы екенін болжай аламыз, Енді мәтінді оқып көрейік. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтіннің авторы Құрманбай Толыбаев. Мәтінде не туралы айтылған дейді. Мәтінде шаңғы жарысы туралы айтылған, Мәтінді өзің ары қарай жалғастыр. Яғни мәтінді былай жалғастырсақ болады. Сол рекордқа жету мақсатында Тәуке бар күшін жинап алға ұмтылады. Өзінен асып кеткен Ержанды лезде қуып жетеді. Ары қарай бар ынтасымен талпынып, мәреге бірінші боп жетеді. Рекорд деген елесі шындыққа айналып, балалар Тәукені құттықтай жөнеледі. Мінекей мәтінді осылай ары қарай жалғастырып аяқтасақ болады екен. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың дейді. Яғни Тәуке осы біз өзіміз ары қарай жалғастырып аяқтағандай болады деп ойлаймыз, Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат, сол сөздерді көшіріп жаз дейді. Яғни қарамен жазылған сөздер жарыс, жарысқа. Мінекей түбір сөзді осылай үстінен доғал етіп сызамыз, Көрсетеміз. Жарыс бұл түбір, қа деген екінші деп белгілеп қойған. Ол қосымша болады. Міне Тәуке, Тәукені, Тәукенің. Тәуке деген түбір, ні деген қосымша. Үшінші сөзде Тәуке деген түбір, нің деген қосымша болады. Яғни мәтінде жазылған жарыс, жарысқа, Тәуке, Тәукені, Тәукенің деген сөздердің түбірін осылай белгілеп ажыратамыз және қосымшасын бөлек осылай сызып та көрсетіп қойсақ болады екен, Міне үстіне жазып қойдық түбір және қосымша деп. Ең бірінші жарысқа дегенде 1-2 деп белгіледік. Біріншісі ол түбір, екіншісі қосымша болады, Қа деген қосымша, жарыс деген түбірі болып тұр. Келесі 29-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап, шаңғы масар шаршамай.
бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Мына өлеңді жаттап аламыз, одан кейін қатесіз әдемілеп дәптерге жазып аламыз, иә. Енді қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратамыз. Түбірі маңдай болады, дан деген қосымша болады, иә. Шаңғы деген түбірі болады, м деген қосымша болады. Қырат деген түбірі, тан деген қосымша болады екен. Келесі 30-шы жаттығу тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап дейді. Жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың? Бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Міне, орманшы дегеннің орман деген түбірін жауып тастадық. Ш деген қалды қосымша. Ш деген қосымшаны өзін жеке тұрғанда оқысақ, оның мағынасы болмайды екен, иә. Енді түбірімен бірге оқитын болсақ, яғни орманшы деген сөздің түбірі орман болды, иә. Ш қосымша. Екеуін бірге оқығанда ғана орманшы деген сөз шығып, сөздің мағынасы болады екен. Біз бұл зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзімізді жеткіздік. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдік. Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына бере алмайды екен, иә. Келесі 31-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі дейді. Енді сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған дейді бірінші сұрақ. Оның жауабы хабарландыру оқушыларға арналған. Екінші сұрақ, хабарландыруда не туралы жазылған? Мектепте Қуыршақ театрының қойылымы болатыны туралы жазылған, иә. Үшінші сұрақ, қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Иә, нақты көрсетілген. Хабарландыруды жазған кім? Мектеп әкімшілігі жазған. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Озат оқушым, каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.